сөндіру кезінде екі ер адамның денесі табылған. Асық. Не болса соншама қатты қуанып лотерея ұтып алғандай? Иә, лотерея ұтып алды. Бірақ бұл лотереяның аты кім? Кім еді ол? Досқа. Ол қалай болғанда да өшімді алмай қоймаймын деген. Тергеушінің атымен атайсың ба? Ол маған ұнайды. Досқан, егер мен бауырының бір талшақ жерге түссе, қиын болады. Мен жылқыларды мәдиге берсем бе деймін. Сіз қалай болып шешсеңіз, солай болады. Мен сені жанымдай жақсы көремін. Рөнібек, менің сенімен сөйлесуім керек. Не болды? Рөнібек, менің сенімен сөйлесуім керек. Майра, сен бара тұр. Жәнібек, кіммен сөйлесейін деп отырғаныңда білетін шығарсың деп ойлаймын. Менің ашуым келе бастады. Алло, Мұхтар, жағдайың қалай? Маған сенің көмегің керек. Жағдай былай, Жәнібек. Мені мұқият тыңдап ал. Мен қайталап айтпаймын. Сенің ең үлкен қателігің маған қарсы шыққаның. Сонда не демексіз? Үлескерлер қандай шешім шығарса да маған бәрібір. Ал сен сыбағаңды аласың. Бірақ бірінші кезекте Әлішердің ана оңбаған інісі. Күнін көрілмай жүріп, маған сес көрсеткісі келеді. Әлішердің дәрменсіздігі соншалық інісінің артына тығылды ғой. Әлішер адамдарын жіберген екен. Мен де қарап қалмаспын. Інісін өзіне қайтарам. Табытқа салып қайтарам. Байқаңыз. Мен айтқанымды істемей қоймаймын. Менің кім екенімді білмей жүр екенсіңдер. Әлішер екеуің сыбағаларыңды аларсыңдар. Оны көре жатармыз. Бота, бүгінге жетер. Уақыт кеш болып қалды. Апа! Бота. Ой, апа! Кіреберістегі қосқыш сөніп қалған болу керек. Мен қарап келейін, қызым, е? Апа, жоқ, шықпай қойшы. Неге, жаным? Әлгі адам әдейі өшіріп, сен шыққаныңды қалап отырған шығар. Жарайды, қызым. Сәл күтейік, мүмкін қосатын шығар. Бүгін қоспаса, ертең қосады. Апа, мен қорқамын. Қорқпа, қызым. Апа, аспа. Кім бұл? Электрик. Кей уақытта мадаларыңға кешірім сұраймын. Апат жағдайдың алдын алу үшін тексеріп жатырмыз. Сіздерде де жарық жоқ па? Сен отыра тұр, қызым, қазір. Иә, бізде де жарық жоқ. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, бір жерде апат болды. Жарық біреуде бар, біреуде жоқ. Тексеріп жүрміз. Жарайды, рахмет. Жақсы. Қорқпа, қызым. Жүр, жатамыз ба? Апа,
Мен қорқып отырмын. Әлгі жаман аға қайтып келсе, қайтеміз? Қызым, ол қайтып келсе, біз жарасаға хабарласамыз. Ол міндетті түрде бізді қорғап қалады. Ал жарасаға үлгірмей қалса ше? Уайымдамаңыз. Түс жатайық. Жақсы. Сол кездесуді кейінге ауыстырсам қалай болар екен? Қызым, Әлішерге бір көкөніс дайындап қойып едім. Сен жеп қойған жоқсың ба? Ау, қызым, естіп тұрсың ба? Иә, апа, естіп тұрмын. Түрім бұзылып кетті ғой. Аздап қосқым деп тұр. Жағы не болды? Меруерт? Білмеймін, апа. Жақпайтын бірдеме жеп қойған сияқтымын. Жедел жәрдем шақыртайын. Жоқ, апа, қажеті жоқ. Тәуір болып кетермін. Онда асқазанды тазалау керек. Маргинс ертіндісі бар ма? Апа, жағдайым жақсарып қалды, апа. Таза ауа жұтқаннан кейін қояды ғой. Сен өзің қайда барайын деп жатырсың, а? Меруерт. Кездесуім бар. Жарты сағаттан кейін. Жоқ, сен ешқандай кездесуге бармайсың. Мына түріңде қайда барайын деп отырсың? Бәрі жақсы. Қарағандыда жүргенін пайдаланып, Николаймен сөйлесіп алуым керек. Ақылдасар шаруалар бар. Содан соң Әлішерге кіріп шығуым керек. Әлішерге кіріп шығуым керек. Ал кездесу тек үйден шығып кету үшін амал екен ғой. Ай, апа, мені кішкентай бала көресіз бе? Жоқ. Әлішерге өзім барып, сенің ауырып қалғаныңды айтып түсіндірем. Қажет жоқ. Жағдайым жақсарып қалды. Оның үстіне, міне, Әлішерге дәмді тамақ әзірледім. Өзім апарып берем. Сен менімен сөз таластырма. Туф, апа. Амансың ба, Әлішер? Амансыз, апа. Меруерт саған тамақ беріп жіберді. Кіреберістен алып қалды. Тезірек жазылсын деп сәлем айтып жатыр. Өзі қайда? Ауырып қалды. Оған не болды? Жағдай жаман емес. Тек сені ғана уайымдап жүр. Әлішер, мен саған бірдеңе айтқым келіп отыр. Сіздер, апа, қалжыңдап отырған жоқсыздар ма? Жоқ. Ешқандай қалжың емес. Біз жылқыларды саған беретін болып шештік. Не үшін? Жылқының жайын сенен артық ешкім білмейді. Дәулет те солай ойлайды. Бірақ әкемнің қалауы басқаша еді ғой. Әкеңе кездескенде барлығын айтып түсіндіремін. Ол да түсінеді деп ойлаймын. Апа, сіз әлі жүз жасайсыз. Балам,
Сен жұмыссыз отыра алмайтыныңды білемін. Құдайға шүкір, қайратың тасып тұрған кезі. Не істесең де бар жаныңды салып істейсің. Саған тек қана қолдау керек. Ал мен оларды қашан алам? Әкемнің өсиетін алмаса, жарты жылдан кейін күшіне енеді ғой. Қазір алсаң да болады. Тек үйірді суық түспей айдап әкету керек. Айдап әкетем бе? Сіз рас айтып тұрсыз ба? Жылқыларды көлікпен әкелген қымбатқа түседі. Оның үстіне жылқылардың өз аяғымен жазықпен келгені дұрыс. Онда тез жинал. Болатбекті де қасыңа бірге ертіп ал. Жылқыға бірге барасыңдар. Жол ұзақ. Керек жарақ, азық түлікті молырақ алыңдар. Сонда қалай, дәл қазір шыға берсек бола ма не? Сен өзің атқа міне аласың бей. Мінбегенде мен туғалы бері аттың үстінемін. Онда маған жарты сағат уақыт беріңіз. А, апа? Жинал. Мен қазір. Несін жасырайын? Саған салқын қараған кездерім болды. Кешір, қарағым. Қызымды ойладым. Қызыма жақсы болсын дедім. Оның барлығын несін айтасыз? Мен түсіндім ғой. Біреудің баласы үшін кеудеңді оққа тосқан кезіңде сенің шын мәнінде қандай адам екеніңді түсіндім. Негізі, ол жерде жағдай мүлде басқа болды. Мен... Әлішер, сен нағыз азамат екеніңді көрсеттің. Өз балаларыңды да ертең осылай қорғап қалатыныңа сенем. Балаларым жоқ қой. Тоқтай тұр. Мен әлі сөзімді аяқтаған жоқпын. Жаңада айттым ғой. Сені мойындағым келмеді. Күні кешеге дейін. Отбасымызға жақындатқым келмеді. Әсіресе меруерт екеуің ажырасып кеткеннен кейін. Өз кінәмді мойындау маған да оңай емес. Бірақ меруерттің енді сенері де қамқоршысы да өзіңсің, қарағым. Бұны мойындамасқа амалым жоқ. Қалған көңіл, шыққан жан деп. Мені де жақын тартып кетуің оңайға соқпас. Бірақ мен сенімен тіл табысуға тырысам. Өйткені бізді біріктіретін көп нәрсе бар. Ертең немерем өмірге келеді. Тоқтай тұрыңыз. Қандай немере? Меруерт саған айтпап еді. Адамның тамақ жеп отырғанына қарап, мінезі қандай екенін білуге болады деген сөз бар. Мұны мен айтқым келіп отыр. Психологтар етті жақсы көретін адамдар туралы ынтымақпен жұмыс істеуге құлықсыз және өзіне айтылған сынды көтере алмайтын жандар деп тұжырымдама жасаған көрінеді. Сенің сол психологтардың сөзі бос болшыл, олар оттай береді.
Не жейсің? Мен үйден ішіп шыққам, рахмет. Олай болса, уақытты бекер өткізбейік. Тағы да бір материал дайындау керек. Кімге? Әлішер Аманғалиға. Тағы да ма? Тағы да. Әлішер. Қалайсың? Күзетің мықты ғой. Елдің бәрін осылай тексере ме? Жоқ. Ұнатпағандарды ғана осылай тексереді. Жағдайың қалай? Жаман емес. Көріп тұрсың ғой. Айтпақшы, сенің інің достарымен кездесіпті. Екеуі ортақ тіл таба алмаған сияқты. Сонда қалай? Дәулет Досханды анық бір ұстап алыпты. Оған сес көрсетті. Сені соңынан түсуді талап етті. Әңгімені бірден осы жаңалықтан бастамайсың ба? Дәулеттің Досханын аулақ жүргені дұрыс. Одан бәрін күтуге болады. Сен оны өзің білесің ба? Білемін. Тілдің сыры тіске мәлім дегендей. Досханның сыры белгілі ғой. Ай, Дәулет. Бірақ сенің інің мені тыңдағысы да келмейді. Иә, ешкім тыңдамайды менен басқа. Оны мен өзім сөйлесуім керек. Жәнібек, сен оған Дәулет шақырып берші. Тез арада. Жақсы. Жарайды, мен жүрейін. Жақсы. Не үшін? Онда сенің шаруаң болмас. Бірақ сол мақаланың беделді басылымдармен ғаламторда жарық көргені керек. Егер редакторлардың көңілін табу керек болса, ол жағынан қам жеме. Тек маған айтсаң болды. Кешіріңіз, мен енді ондай іспен айналыспаймын. О, саған не болды? Бұл жұмысың үшін мен саған жақсы ақша төлеймін. Өткен жолы жариялаған мақалам кесірінен бір адам өмірінен қоштасты. Оған сенің қатысың жоқ қой. Оны қайдан шығарып жүрсің? Кетуім керек, сау болыңыз. Тоқтай тұр. Ақымақ болма. Ақша бәріне керек. Қанша керек айт. Мені ақшамен қызықтырам деп ойлап тұрсыз ба? Қанша ақша берсеңіз де, мен енді ондай мақала жазбаймын. Сау болыңыз. Ақ жүрек бола қалуын. Басқа журналист тауы болады. Жағдай қалай? Жақсы, жаман емес, бір қалыпты. Көңіл күйің жоқ қой. Аяғың ауырып жүр ме? Аяқ жазылады ғой. Санжарды өлтіріп кетіпті. Қасыңдағы жігіт пе еді? Сол жолды өзі таңдап еді. Енді ажалға бәрібір ешкім қарсы келе алмайды ғой. Дәулет, Санжардың қателігі сендердің барлықтарыңа сабақ болу керек. Санжар өзінің өлімімен сені ескертіп кеткенде көрінеді. Бұмен не демекшісің? Ақыл тоқтататын, балалықты қоятын уақыт келді. Осыны айту үшін шақырдың ба? Дәулет, сен мені түсін. Бір тиянақты іспен айналысу керек. Жеке кәсіп ашып дегендей. Әлішер, менің жеке залым бар, шәкірттерім бар. Қалай өмір сүру керек екенін сен маған үйретпей қойшы.
Халіңді сұрауға келсем не айтып тұрсың ба? Рахмет, әрине. Келгеніңе рахмет. Бірақ сені мынау аяғың жазылмай қаңғырып жүргенің ұнамайды. Қаңғырып? Сонда сен мен қаңғырып жүр деп ойлап тұрсың? Иә, қаңғырып жүрсің. Сенің қазір отбасың бар. Отбасының жанында болу керек. Есіңде ме? Әкеміз қашанда біздің қасымызда болатын. Сондықтан да отбасының болашағын ойла. Мен бәрін ойлаймын. Бала емеспін, Әлшер. Саған көмектескім келеді. Ал сен маған көмектеспей-ақ қой. Көрмен керек емес. Мен саған өткен жылы айттым ғой. Менің шаруаларым араласпа деп. Өзім шешем. Алдымен аяғыңнан нық тұрып ал. Не үйің жоқ, не күйің жоқ. Одан кейін көмектесерсің. Бар үйіңе қаңғай бермей. бас десе құлақ дейтін біреусің. Жарайды. Жазылып кетші әйтеуір. Аман бол. Бекер келдік. Мен секіргіште үйде жүріп ақ секіретін едім ғой. Үйде отырғаннан не пайда? Сен үйде кіммен жұдырықтасар едің? Мысығыңмен бе? Дәулет аға қашан келеді? Дәулет аға маған хабарласқан, көп ұзамай кеп қаламын деді. Уақыт өтіп жатыр ғой. Басқа спортзал десек қайтеді? Сен біздің жаттықтырушымыз кім екенін ұмытып қалдың ба? Дәулет аға ең мықты спортшыны құлатқан. Дәулет аға, ол жеңістен не тапты? Бокстың аты бокс. Әлі сен Дәулет ағаны өзінен әлсіздермен шығады деп ойлайсың ба? Кіммен жұдырықтасады? Кет. Алло, апа? Азыр қайдасың? Қайдасың ес? Спортзалда ма? Қайне бапкеріңе телефонды бер. Кім еді аты өзінің? Дәулет аға. Ол қазір жоқ. Жол қалай? Қайда ол сонда? Ол шығып кетті. Шығып кеткені нес? Қанша рет телефон соқсам да орында болмайды. Осы сен маған өтірік айтып жүрген жоқсың ба? Жоқ апа, мен спортзалдамын. Балалармен жаттығып жатырмын. Қазір барып тексерем. Сол жерде бапкерің болмасын, көресің менен. Апаң хабарласып жатыр ма? Мен де апам бармай қой дей береді. Бір жерім жазым болып қалады ма деп қорқады. Мен Дәулет аға хабарласқаншы. Здорово. Сәлем. Вот, скоро. Көп ұзамай жүрем. Жолға шығар алдында өзіңді көріп кетейін деп келдім. Айтпақшы, саған жаңа телефон алдым. Дәрігерге қалдырып кеттім. Рахмет. Еңсең түспесін. Мұндағы күндеріңді демалысым деп ойлап, тынығып ал. Дәулет. Досханмен шарпысып жүр. Оның бұл іске араласқанын қаламаймын. Бәлкім онымен сөйлесіп көрермін. Өзімде сөйлестім. Әдей ашуына тиюге тырысқанмын. Маған ренжіп Досханға қолым бір сілтер деп ойлап ем. Дәулет қаладан кетіп қалса екен. Басын қатерге тікпегенін қалаймын. Әй, батырым-ай. Батыр боп не істеппін? Мейлі жаман аға болайын, есесіне ол аман қалады. Комбинатқа қайта оралуым керек. Ол жақтағы жағдай мәз емес. Комбинатқа алаңдама. Ең алдымен денсаулығыңды ойла, емделіп шық. Хирургтар қолдан келгенін бәрін жасады. Дәрі-дәрмекті осы жерде іштім не, кеңседе отырып іштім не, бәрібір емес пе? Сосын мына қабырғаның артындағы рекстерде. Күзетшілер ме? Иә. Жан алғыштар сияқты есіктің сыртында тұрады. Ішінде тұрмағандарына рахмет айт. Өзің қалайсың?
Ну, ты сам-то как? Тойларың қашан болады? Қайдағы той? Немене, айнып қалдың ба? Коля, жағдай бұлай. Меруерттің аяғы ауыр. Апасы айт. Қайта жақсы емес пе? Әлде... Қалай айтсам екен, не істерімді білмей жатырмын. Неге маған Меруерт ештеңе демеді? Мұны менен жасырғаны қалай? Қайта қуанбаймысың? Керемет емес пе? Әке боласың? Коля, сен түсінбедің. Ол баланың менікі екеніне күмәнім бар. Сонда Мұсаның баласы деп ойлаймысың? Иә. Олай ойлағым келмейді. Бірақ ал енді бері қара. Тіпті солай ақ болсын делік. Егер бала сенікі болмаса, не істейсің? Алло. Санжардың көлігі табылды. Мәулендікі ше? Жоқ, әзірге табылған жоқ. Жарайды. Алло, Карина, қайырлы кеш. Бұл тергеуші Жарас. Қайырлы кеш, Жарас. Танып тұрмын. Кеш хабарласып тұрғанына кешірім өтінемін. Оқаш жоқ, біз әлі ұйықтаған жоқпыз. Менің сұрайын дегенім, Мәулен туралы жаңалықтар жоқ па? Жоқ. Бірақ соңғы кезде сол туралы көп ойлайтын болып кеттік. Әсіресе Бота. Түсінемін, әрине. Оның жасында қатты күйзелісті бастан кешіру психологиялық тұрғыдан оңай емес. Сондықтан сақтанғанды сақтайды демекші, сақтанып жүріңіздер. Кеше жарықты өшіріп тастады. Бота қатты қорқып кетті. Мәулен келіп қалатын шығар деп ойлады. Мен оны сізге хабарласатынымызды айтып жұбаттым. Бізді Мәуленнен сол аға құтқарады дедім. Карина, сіз қысылмай маған хабарласа берсеңіз болады. Негізі менің жұмысым сыртта. Жақын арада жүретін болсам, сіздерге кіріп шығам. Ал қазір қайдасыз? Қазір мен жұмыста, кабинеттемін. Қарныңызды ашқан шығар. Біздікіне жиі келіп тұрсаңыз қайтеді. Сіз барда Бота қорықпайды. Ал мен тамақ әзірлеп қоям. Рахмет. Тәбетің жақсы екен. Бұрын кешкі 6-тан кейін тамақ жемейтінсің. Дене бітіміңе көңіл бөлетінсің. Бір рет тойып тамақ жесем ештеңе болмайды. Қызым жей бер. Әлішерге айттың ба? Жоқ. Әлі айтқаным жоқ. Уақыт өтіп жатыр ғой. Сен мына түріңді жасырып жүргенің сырт көзге біртүрлі көрінуі мүмкін. Ол күмәнданып қалады деп қорқпайсың ба? Содан қорқам. Ол бала менікі емес десе. Неге олай ойлайсың?
Апа, сол кезде Мусаның маған келіп жүргенін өзіңіз де жақсы білесіз ғой. Арамызда ештеңе болмаса да, Әлишерге қайтып дәлелдеймін. Неге олай ойлайсың? Дәлелдей аласың. Қалайша, апа? Әкесі кім екенін анықтайтын сараптама жасайсың. Онда біз тіптен бірге бола алмаймыз. Неге? Егер осылай істеуге дейін барсақ, ол маған сенбейтін болады. Маған күмәндана қарайды. Ал өзара сенім болмаған жерде бірге тұрудың де қажеті жоқ. Алтынай, мені шығарып салам деп отырып кетіпсің ғой. Былай жаңа көйлек па? Қайсың мама? Иә? Жоға, тек мұның кимегелі көп болды. Бұрын қалай байқамаған? Әлде көре-көре көз үйреніп кеттің. Саған жарасады екен. Енді ылғи да естіп киініп жүретін болам. Әйелімнің әдемі екенін байқамаппын. Солай ма? Иә, тіпті. Жарайды. Қайтқың келмей. Олай болса үйге тезірек қайтуға тырыссын. Әке, мен сізден барайыншы. Келесі жол барасың, жарай ма? Сәл есейген соң мен саған нағыз жігіттер мінетін жүйрік ат алып. О, жүйрік ат. Келсің ба? Жарайды, жақсы. Мен жазайын, әйтпесе әлі Болатбекке көру керек. Кеттік па? Амансыз ба, Әлішер? Келіп отыр. Не туралы сөйлесейін деп едіңіз? Қазір. Жарасы. Ана сырттағы күзетті алып тастаңыздаршы. Неге? Әлде ол сенің қолыңнан келмей ме? Жоқ, мен күзетті ала алмаймын. Мәулен бәрібір бұнда келмейді. Оның иесі ауысып кетпеген шығар. Ауруханаға келіп адам өлтіретін. Оның иесі дұрыс деп кім айтты? Кішкентай баланы ұрлауға, кісі өлтіруге баратын адамның иесі дұрыс бола қоймас. Онда мен қолыма тапанша, оғы тізбейтін қалқан беріңдер. Әлішер, мына жігіттер еріккеннен тұрған жоқ. Тәулік бойы күзет қызметін атқару оңай емес. Кішкене құрметпен қарағаныңыз дұрыс болар. Олар сізді қорғап жатыр. Әр мекеменің өзінің тәртібі бар. Осы тәртіп бізде бекітілген, жарлықта да солай жазылған. Түсіндім. Мәулен қаладан шығып, жастарына үлгерген болар. Жоқ, ол қалада. Ол тіс қаққан қылмыскер емес қой. Ол есінен ауысқан адам. Ол айтқанынан қайтпайды. Мәулен әдейілеп көлігін қаланың сыртына қалдырып кетті. Сондықтан күзет осында қалады. Жарай ма? Жарай. О, Дәулет. Қалайсың, жан? Сәлем. Сағынып кеттім ғой сені. Мен де сағынып кеттім. Әкел. Ет қайнап жатыр, ұзақ күтесің. Жұмыртқа қуырып берейін бе? Жоқ, керек емес, ет күте тұрам. Шамалы жат демалып алайын. Қалай барып қайт? Жақсы. Әлішердің денсаулығы қалай екен? Денсаулығы жақсы, бірақ бір қиын жағдайлар болып тұр. Не болды? Ана жұмысындағы оңбағандар бір бұзық жігіттерді жалдаған ғой. Қайта олар менің таныстарым болып шықты. Сенің таныстарың? Енді
бұрын бірге жүрген жігіттер ғой, кезінде. Оларға айтып түсіндірдім. Мен жағыма шықты әйтеуір. Бірақ енді әр жерге көмектесейін десем, керек емес деп отыр. Өзі шешетін шығар? Шеше алмайды. Уайымдама, бірақ бәрі жақсы. Қалайсыңыз? Жақсы. Алло? Саламатсыз ба, Дәулет аға? Сіз қаладасыз ба? Қане телефонды маған бер. Алло, қалайсыңдар? Дәулет аға, залға келіңізші, өтінемін. Апам сізбен сөйлескісі келеді. Жарайды, қазір. Жарты сағатта боламын. Түсінбедім. Жан, қазір келем. Тоқтай тұр. Келе сала қайда барасың? Алдымен тамағыңды ішіп алсайшы. Етім пісе берсін, қазір келем. Дәулет. Қазір келем дедім ғой. Сәлем, Алтынай. Ой, сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Әдем болып кетіпсің. Рахмет. Мен сен келгеніңді естімей қалыппын. Мен сен күттім, неге сонша қалада көп болдың? Пойызбен келген жөн көрдім. Неге? Үйімді саттың, ақшан жеткілікті емес пе енді? Иә, үйімді саттым. Бірақ енді ол ақшаны оңды солды жұмсау деген емес қой. Үнемдеу керек. Иә. Линданың қал жағдайы қалай? Жақсы. Линда сурет салады. Табысы жаман емес сияқты. Мені тіпті жібергісі келген жоқ. Мен өзім жата беруге ыңғайсыздандым. Өзің не істеп жатырсың? Ой, Нұр. Азық-түлік өнімдерін сатып алуым керекпін. Дүкен ашайын деп жатырмын. Дұрыс болған екен. Көруге бола ма? Әрине. Қазір сен мынаны көр. Алғашында ұзақ сақталатын азық-түлік өнімдерін алғаның дұрыс болар. Консерві сияқты. Жақсы болды ғой. Сен дер кезінде келдің. Нанды сырттан алып келем бе? Иә. Өзіміз пісіріп сатсақ қайтеді? Мен саған көмектесемін. Шынымен де сөйту керек еді. О, амансың ба қызым? Айналайын. Жағдайың қалай? Жақсы. Жақсы болғаны жақсы. Менің ұлым Линдамен қалай тұрып жатыр екен? Линда мен Дәулеттің жағдайлары жаман емес. Өзім қашан тұрмысқа шықпау ойым бар, Айнұр. Мүмкін Талғаттың қасында боларсың. Білмеймін. Мен оны әлі шешкен жоқпын. Мүмкін Астанада болармын. Мүмкін осында қалармын. Жүріңдер тамақ ішейік. Жолдан қарның ашқан шығар бала. Жүр. Иә. Не қылып отырсыңдар? Сендердің ата-аналарың сендердің осында екеніңді біле ме? А? Бапкерлерің қайда? Не істеп жүрсіңдер? Бұл не сұмдық? Бұнда не болып жатыр өзі, а? Саламатсыз ба? Сенің ең үлкен қателігің маған қарсы шыққаның. Сонда не демексіз? Онда тез жинал. Болатбекті де қасыңа бірге ертіп ал. Жылқыға бірге барасыңдар. Тоқтай тұрыңыз. Қандай немере? Меруерт саған айтпап еді. Тағы да бір материал дайындау керек. Кімге? Әлішер Аманғалиға. Менің жеке залым бар. Шәкірттерім бар. Қалай өмір сүру керек екенін сен маған үйретпей қойшы. Керемет емес пе? Әке боласың. Ол баланың менікі екеніне күмәнім бар. Сырттағы күзетті алып тастаңыздаршы. Мәулен әдейілеп көлігін қаланың сыртына қалдырып кетті. Бірақ енді әр жерге көмектесейін десем, керек емес деп отыр. Өзі шешетін шығар. Сендердің ата-аналарың сендердің осында екеніңді біле ме? А? Бапкерлерің қайда? Бапкерлерің қайда?
Не істеп жүрсіңдер? Бұл не сұмдық? Бұнда не болып жатыр өзі, а? Саламатсыз ба? Сәлематпыз. Не болып қалды? Не болып қалды? Көрдік сіздің немен айналысатыныңызды. Төбелесіңізді де көрдік. Апа, олай емес. Бұл бейне көрсетім, бұған еш қатысы жоқ. Солай ма? Ендеше сен неменеге соны таңертеңнен кешке дейін қарай бересің, а? Сіз бұнда, клубта, команда жинап жатырсыздар ма? Апа. Бұларды ертең аренаға шығарып, мүгедек етесіздер ме, а? Жоқ, сабыр сақтаңызшы. Сіз дұрыс түсінбедіңіз. Мен сізге қазір бәрін түсіндірем. Нені түсінбей қалдым? Менімен ақымақ ма, әлде көз көрмейтін соқырмын ба? Айғайламаңыз, айғайламаңыз. Сабыр сақтаңыз. Сіз ойлағандай емес. Балаларыңыз өздерінің қалауымен осында келіп жатыр. Қайткен күнде де мен балаларымның болашақта мына сіздер сияқты төбелеске шыққанын қаламаймын. Керек болса арызданам. Ендігісім сіздермен болсын. Жүр. Жүр былай. Не тұрсыз, дайындалыңдар. Амансың ба, Алишер? Сәлем. Жағдайың қалай? Мені көргеніңе қонатын шығар десем. Жарайды, онда мен басқа жол келермін. Тоқтай тұр. Маған неге айтпадың? Нені айтасың? Өтірік білмеген сөмеш. Мен бәрін білем. Аяғымның ауыр екенін неге жасырдың? Неге жасырғың келді? Мен не істеймін? Маған неге бірден айтпадың мені? Неге? Білмеймін. Жылама. Неге жылайсың? Мен саған осыған жоқпын ғой. Шынымды айтсам, сені қорқытып. Неге? Білмеймін. Білмеймін. Білмеймінен басқа бірдеңе білесің бе? Алишер жаным, мен шын айтам, бұл сенің балаң. Меруерт, мен саған сенемін. Рахмет, жаным. Сен жыламашы. Мен жыламайым, енді жыламайым.
де ойлауымыз керек. Саған енді күтімнен қояк. Саған жылауға, тіпті уайымдауға да болмайды, солай емес пе? Болмайтын шығар. Жылама. Мен саған Мені күмәнмен қарайды деп қорққан шығарсың. Иә. Ал мен мүлде басқаша ойда болдым. Көз алдыма бала кезім, есейгенім, сенімен ең алғаш танысқан кездерім келді. Бала кезім? Иә. Мен дүниеге келген кезде әкем қатты қуаныпты. Енді міне менің де балам болады. Бұған қалай қонбасқа? Иә. Өмір солай жалғаса береді. Бірақ бір өкініштісі. Қандай өкініш? Әкем осы қуанышты көре алмай кетті. Көре көрмей. Өмірде адамның ойлағаны бола бермейді. Оған өкінбе. Бұл өмірдің заңы. Әлішер, сен маған ренжімеші. Сен қызықсың. Саған неге ренжимін? Карина, осы Мәуленге не болды? Оның қайда екенін ешкім білмейді. Әйтеуір табылатын шығар. Білмеймін. Майра, маған психолог керек. Неге? Бота өткенде қатты шошып қалған сияқты. Өткендегі оқиғаны ұмытар емес. Психологтың көмегі қажет. Қыздар қалайсыңдар? Жақсы. Бүгін газетті оқыңдар ма? Жоқ, не болыпты? Әлішер туралы жазыпты. Не депті? Қылмыстық іске қатысы бар делінген. Жарақат алып ауруханада жатқан себебі де сол депті. Мүмкін емес. Бұл жақсы емес. Кесірі бізге де тиеді. Енді не болады екен? Білмеймін. Мүмкін Әлішерді жақтап, сол туралы мақала жазармыз? Майра дұрыс айтады. Жазу керек. Егер жазатын болсақ, тездету керек. Әйтпесе ертең бұл ақпаратты теледидардан айтуы мүмкін. Асықпағанымыз дұрыс. Әуелі Әлішердің өзімен ақылдасайық. Ол жаңағы мақаланы өзі оқыды ма? Енді оқитын шығар? Әрине оқиды. Сосын көрерміз. Майра, сен дұрыс айтасың. Жазсақ жазайық. Иә, шындықты біз жазбағанда кім жазады? Уалейкумассалам. Қалай жігіттер? Жақсы. Жақсы жеттіңдер ме? Иә. Аяққа не болған? Линда бір текпен. Міне, спортзал осы. Жаман емес. Жаман емес. Керемет аға. Бар мен базар енді. Енді өшерде жаттығамыз ғой. Иә? Дәулет аға, біз қай жерге тұратын болдық? Әзірше интернатқа тұрасыңдар. Ол жер жақсы ма? Жақсы, уайымдама. Тамағы уақытылы. Интернат деген жақсы ғой. Мен өзім интернатта өскем. Болды ғой онда. Ай, жарайсыңдар. Жігіттер, сендер қазір барып, сол жаққа жайғасыңдар. Мекен жайы бар ғой? Иә, бар. Айтсаңдар бәрін білеп дайындап қойғанбыз. Жарай ма? Бағдар. Жақсы. Көріскенімізге қуаныштымыз ағай. Мен де.
Жігіттерің келген ба? Иә. Қанеке, жай хабарластың ба, тыныштық па? Сенің үстіңнен шағым түсті. Қандай? Астыртын жекпе-жекке қатысты деген. Солайды. Сен ол жайында маған неге айтпадың? Не үшін айтам, Қанеке? Сен ондайды жақтырмайсың, дұрыс па? Маңдай жарақат алып қалам деп ойламадың ба? Өзіме сенімді болғаннан кейін бардым. Дәулет, бір мықтыға бір мықты табылады. Дәулет аға, жаттығуды балалармен бүгінден бастайықшы. Демалып алсаңдаршы бүгін. Демалмаймыз аға. Жарайды, кешке келіңдер. Кеше келеміз. Осы әңгіме федерацияға жететін болса, жақсылық күтпе. Амал жоқтан қатыстым, Қанеке. Түнгі клубтан шығып, бірден үйге қайттым. Жалғыз қайттың ба? Иә, жалғыз. Таксиге отырып қайттым. Апаң ұрыспады ма? Шынымды айтсам, бұрынғыдай ұрыспайтын болыпты. Неге ұрыспайтынын білесің бе? Жоқ, неге? Себебі сенің уақытың келді. Уақыт? Иә, тұрмысқа шығатын уақыт. Соны айтып тұрсың ба? Қандай уақыт деп шошып кетсем? Иә, апаң сенің тұрмысқа шығуыңды күтіп жүрген сияқты ғой. Ой, қош. Оған уақыт жоқ. Уақыт жоқ па, әлде лайықты жігіт жоқ па? Білмеймін. Ол жағын әлі ойлаған жоқпын. Сен ойлан. Осылай соза берсең, отырып қаласың. Түсінем. Тұрмысқа шығып жар сүйіп, ана болу барсын. Айтпақшы, Дәулет екеуін қалайсыңдар? Тұрмыс, тіршіліктеріңді айтам. Иә, бәрі жақсы. Дәулет ренжітіп жүрген жоқ па? Жоқ, неге ренжітіп? Айтқаныңды тыңдай ма? Мен айтқанымды істетуді ойламаймын. Біз бәрін бірігіп шешеміз. Солай де. Иә. Оларың дұрыс екен. Тек бір қорқатыным өзін-өзі аямайды. Аямайтын қалай? Тағы да ережесіз жекпе-жекте төбелесті. Ол енді саған қатыспаймын деп уәде беріп еді ғой? Иә, айтты, бірақ спортзалдың жөндеу жұмыстарына ақша керек болды да, қатысуына тура келді. Сонда ұтқан ақшасын бәрін жөндеу жұмыстарына жұмсады ма? Иә. Қалай десек те, Дәулет жақсы жігіт. Шіркін. Сондай бір жігітпен кездесем ғой. Қазіргі жігітім ондай емес пе не? Білмеймін. Ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүретін сияқты. Көреміз не болатын. Мына мақалада мені қылмыскер етіп көрсетті ғой. Өтірікті шынды Құдай ұрғандай етіп жазатын журналистің бірі шығар. Менің ойымша тапсырыспен жазылған. Әрине. Біреудің айтуымен жазылғаны байқалып тұрған. Шынымды айтсам, Мәуленің оңбаған екен ол басын-ақ білгем. Адамшылығы аз жігіт. Оны мен де білетімін. Иә. Әйтсе де осындай қылмысқа бару. Оның ондай қылмысқа апарған қызғаныш пен қатыгездік. Басқа не дейсің? Бұл мақалаға қарсы жауап жазу керек. Қалай ойлайсыз? Әрине, Әлішер. Жазу керек. Оны Каринаға айтсаңшы. Жоқ, басқа адамдар бар ғой, соларға тапсырам. Кешіріңіз. Дене қызуыңызды өлшеуім керек. Өлшемей қойыңыз, денем қызып тұрған жоқ. Өлшеңіз. Қалыңыз мына. Қазір сізге ине салым керек. Қарындасы, инеңі салмай қойыңызшы. Тәуір болып қалдым, жағдайым жақсы. Бұл дәрігердің нұсқауы. Сондықтан міндетті түрде салым керек. Дәрігерге салдым деп айтасаңыз, ол бәрі мен тексермейді ғой?
Болмайды дедім ғой. Дайындалыңыз қазір мен келемін. Рахмет. Мына мақаладан кейін денем қызып кетпесе, бағана жақсы болған. Айнұр, шай ішейікші. Қазір мынаны бітірейін. Мади хабарласты ма? Иә, жылқыларды айдап келу кеткен. Мади келем дегенше дүкенді ашып қойсақ жақсы болар еді. Жақсы ғой. Бірақ біз әлі рұқсат алған жоқпыз. Сол қалай болар екен, соны уайымдап жүрмін. Уайымдама Алтынай. Мен саған көмектесемін. Дүкен деген жақсы ғой. Күнделікті нан шайын тауып отырасың. Түсінікті ғой. Не алу керек, соны тізім жасау керек. Алтынай, біздің ферманың сүт өнімдерін шығарсақ қайтеді? Сүт, айран, қаймақ деген сияқты. Айнұр, сен де айтасың. Ауылда бәрі мал ұстайды ғой. Біздің сүт өнімдер ең дәмдісі болады. Онда ең дәмді бәліштерді қосып сатайық дүкенде. Сатамыз, несі бар? Қош. Болды, жей бересің ма? Шай ішейікші енді. Қазір. Рахмет. Жәнібек, маған бір ой келді. Бәрі сол ойдан басылады. Айта бер. Алишер сайлауға түскен кезде ол туралы мақала жазған журналисті білемін. Мүмкін соған хабарласып көрерміз. Тоқтай тұр. Алишер хабарласып жатыр. Алло? Уағалейкум ассалам. Иә, жұмыстамын. Иә, оқыдық. Біз де солай ойлаймыз. Түсінбедім, не дейсің? Иә, дәл қазір біз де сол туралы айтып отырғанбыз. Жақсы. Жарайды, жақсы. Не дейді? Мақалаға жауап жазу керек дейді. Әлгі журналисті қалай табамыз? Менде оның телефон нөмірі бар. Жақсы болды, онда хабарлашы. Жарайды, хабарласам. Осында шақырайын ба? Бірге отырып сөйлесеміз бе? Жоқ, мен кафеме шақыр, сонда кездес, сол дұрыс болар. Мен онымен қалай кездесіп отырам, Жәнібек? Сұрағым түсінбедім. Қалай кездесем қалай? Кәдімгідей кездес, кәдімгідей отыр. Енді ер адамды кафеге мен шақырам ба? Майра, ол журналист қой. Енді журналистте ер әйел болып бөлінбей ме? Неге бөлінбейді? Бөлінеді? Бұл күлетін нәрсе емес. Мен оны кафеге шақыра алмаймын. Енді не, үйіңе шақырасың ба? Жәнібек, қайдағы үй, өзің не айтып отырсың? Жарайды, қалжыңды қояйық. Оны бұл жерге шақырып тағы болмайды. Сондықтан кафеге шақыр, сол жерде кездес. Мен де сонда болармын. Енді мұныңмен келсем, сағат нешеге шақырайын? Кешке, жұмыстан кейін. Жарайды. Рахмет, Бота. Сізге не болды? Мына шырынға неге тұз қосылған? Тұз? Мен оған қант қосқан едім ғой. Мә, өзің дәмін көрші. Қалай екен, Бота? Мен қанттың орнына кешіріңіз. Естен кетпейді, сен қанттың орнына шамасы тұз қосқансың. Қазір. Жоқ, мен қанттың орнына ас содасын қосыппын. Соданы асқа қосады ғой? Мен білемін. Олардың түстері бірдей ғой.
Не, ыдыстары да бірдей болып тұр. Иә. Қорқпа, мен сен қасыңдамын, Бота. Апаң шығар келген? Апамның кілті бар ғой. Енді апаң болмаса, көрші шығар. Мен барып есікті ашып қайтайын, иә? Отыра тұр. Сәлеметсіз, Карина жоқ ол. Біраздан кейін болады. Сау бол. Айттым ғой мен саған, көрші деп. Қорққаның басылды ма? Иә, рахмет. Ау, хорошо. Сізге шай әзірлеп берейін. Жоқ, рахмет. Мен шырынға да тойдым. Өте дәмді болды. Өзің ішесің бе? Кеш жарық. Майрасыз ба? Сәлеметсіз ба? Иә, отырыңыз. Рахмет. Қазір мен бір адаммен сөйлесіп алайыншы. Жарайды. Айта беріңіз, қандай шаруамен шақырттыңыз? Иә, Алишер Аманғали жайлы мақаланы оқыдыңыз ба? Иә, оқыдым. Оны жазған сіз емес па? Жоқ, әрине. Осыны жазбай қойсақ, ашық отырып сөйлесейік. Жарайды. Ашық сөйлесейік. Сіз тағы бір адам күтіп отырсыз ба? Иә, бастығым келу керек еді. Өтінішіңізді айта бермейсіз бе? Келетін адам келер. Айтам ғой, бірақ кешіріңіз. Алло? Иә, кездесіп отырмыз ғой. Қалай? Жәнібек, сен келем деп уәде берген жоқсың ба? Жарайды, түсіндім. Жақсы. Кешіріңіз, бастығым келе алмайтын болып қалды. Шынымды айтсам, мен уақытым тығыз еді. Иә, олай болса, бірден өтінішімді айтайын. Әңгіме Алишер Аманғали жайлы. Сіз Алишер Аманғали жайлы жақсы бір мақала жазып берсеңіз дұрыс болар еді. Жақсы мақала дейсіз бе? Оны да көрейік. Жарайды. Бұл ұсынысыңызды көрейік. Айта беріңіз. Жарайды. Айтпақшы, Алишер туралы ештеңе айтпадың ғой? Жағдай жақсы ма екен? Жағдай жақсы, апа. Басқа не айтуым керек еді? Жай, сен туралы, болашақ нәресте туралы не айттыңдар дегенім ғой? Бәрі жақсы, апа. Әлдешер екеуміз бұл жөнінде де сөйлестік. Төбесіне жай түскендей болған шығар? Жоқ, ол мен түсінді. Өзіңді күт. Біз енді болашағымызды ойлауымыз керек деді. Дұрыс айтқан. Мен сендерді ренжісіп қалама деп уайымдап едім. Шынымды айтсам, мен де қатты уайымдадым. Бала керек жоқ. Бұған әлі ерте десе. Қайтерім? Соны айтсайшы. Әйтеуір тіл табыстыңдар ғой? Иә. Мен де іштей қатты қуандым. Мені түсінгеніңіз үшін сізге де рахмет, апа. Неге түсінбейін? Мен сен ойлайын. Сенің бағың жанып бақытты болса екен деймін. Артық ауыз сөз айтып, ренжітіп алған жерім болса, кешіріңіз мені, апа. Жарайды, жақсы. Біраз уақыт болып қалды. Жатайық. Сіз бара беріңіз, апа. Мен қазір келем. Жақсы. Жабыл. Ол үстіме шаршап кетті. Айнаны шаршаған еш, Беркеш? Атың кім сен? Ануар. Адаммен сөйлескенде көзіне қарасайшы. Беркеш?
Жігіттер, бұл жерде ешқандай еркеліктің қажеті жоқ. Келдіңдер ма, тер төгіңдер. Жаттығуда қиын болса, жарыста оңай болады. Түсінікті ма? Иә. Естілмейді? Иә. Ештеңке, жастабай кішкене еркелеп жатыр. Жігіттер, не тұрсыз? Есімдерін сұрап отырмын ғой. Тұрмаңдар, жаттығыңдар. Кел. Жабыл. Түсінікті жабыл. Қара, ұрасың ғой, қолын қайтарып ал. Түсінікті ма? Ұрасың, қолыңды қайтарып ал. Ал рұқсат бермесе не істейсіңдер? Рұқсат береді, апа. Қазір кәсіпкерлікті үкімет қолдап отыр ғой. Кім білсін? Нені қолдап, нені қолдамай жатқандар. Уайымдамаңыз, апа. Рұқсат береді. Сіз оны айтасыз, қазір кейбір кәсіпті дамытуға қаржылай көмек беретін болған. О не тағы? Ол деген ақша. Қазір кәсіпкерлікті дамыту үшін жыл сайын қыруар ақша бөлінеді. Онысы жақсы екен. Енді ашылуға рұқсат берсе, бізге ақша да береді ме? Апа, дүкен ашу ондай топқа жатпайды. Ал ақша алу үшін қандай топқа жату керек? Мен анығын білмейді екем, естуімше жер алып, егін егетін кәсіпкерлерге ғана беретін сияқты. Жер шаруашылығына десеңші. Онысы жақсы екен. Жер егеру оңай шаруа емес қой. Апа, Мадинеге егін екпейді. Пайдалы кәсіп қой. Әкесі көз тірісінде талай рет айтқан оған. Қолынан келсе істер еді ғой. Бірақ дүкен ашуда жақсы кәсіп. Ашуға рұқсат етсе, істек бетер. Үйден шықпағандық мен қатты шаршадым. Балалар қайда? Мен ұйықтап тастадым. Рахмет, Айнұр. Дүкен ашуға рұқсат берді ме? Иә, рұқсат берді. Құжаттары дайындай беріңіздер, келіп тексеріп кетеміз деген. Әне, апа, айттым ғой рұқсат береді деп. Шай ішесің бе, Алтынай? Иә. Енді алғашқы көмегіміз деп ақша беретін болды ма? Қайдағы ақша? Ақша туралы маған ештеңе деп айтқан жоқ? Ай, апа. Не өкілесің? Жігіттер, 5 минут үзіліс. Әңгіме федерацияға жеткен көрінеді. Жетсе жетсін. Сен қызықсың деп ойлаймын. Федерацияға жетті деген сөз, оның аржағында үлкен дау-дамай туады. Дау-дамай болса басылады. Басылмайды. Оның бір жағы кесір келіп саған тиеді, соны білесің бе? Қалай? Дәулет, сен жасырын жарыстарға қатысып ақша тауып жүргеніңді мойындағың келмей ме? Неге мойындайын? Сол үшін сені бапкерліктен алып тастайды, соны түсінесің бе? Қалай алып тастайды? Менің бұл жеке шаруам ғой. Олардың тікелей қатысы бар. Бұған олардың тікелей қатысы бар. Көреміз. Болар, болу. Сәлеметсіз бе, тәте? Сәлемат па, қызым? Бұл не? Бұл дүкен, жақында ашыламыз. Кімдер ашып жатыр? Мадимен Алтынайдың ашып жатқан дүкені. О, жақсы екен. Не сатылады? Күнделікті керек жарықтың бәрін сататын боламыз. Кәдімгі дүкен ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлемат па, айналайын. Құтты болсын дүкендерің. Рахмет. Саудаларыңыз жүрсін. Айқаныңыз келсін. Бояулар әкелдім. Жете ме? Жетеді. Ертең келейін, кеуіп кетемін. Иә, ойымдама, кеуіп кетеді бәрі. Бұл не, жиналыс болып жатыр ма? Жиналыс емес, дүкен ашып жатырмыз. Дүкен, осы жерден дүкен ашылып жатыр екен. Жақын жерден. Арғы көшеге барға өре болмаймыз. Қашан ашылайын деп жатырсыңдар енді? Жақын арада ашыламыз. Келіп тұрасыздар ғой.
Дәріхана ашпадыңдар ма? Азық-түліктен де соның пайдасы көп те ғой. Иә, Алтынай, дәріхана жайында да ойластыру керек екен. Иә, ойластырыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Іске сап. Саудаларың жүрсін. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Жұмысқа кірісейік. Бүгін Арсен келіп кеткен. Ол не дейді? Федерацияда дау болып жатыр дейді. Ол не қылған дау? Жасырын төбелеске қатысып, ақша тапқан үшін. Ол сенің өз шаруаң емес пе? Мен де солай ойлаған, бірақ ол емес екен. Ойлашы. Енді не болады? Бапкерлік құқымнан айырылуы мүмкін. Шын айтып тұрсың ба? Мен түсінбеймін, олардың не жұмысы бар? Мен бір күшін тасқаннан қатысқан жоқпын, дұрыс па? Ақша керек болады, адам барады. Жан, мен сені түсінем ғой. Тамағыңды жеш. Дәмді болыпты. Бұрыш бар ма? Қазір. Иә, Алишер, тыңдап тұрмын. Иә, Майра журналистпен кездесіп келісіп қойды. 2-3 күнде дайын болады. Жақсы. Жақсы, бәрін өзім қадағалаймын. Сау бол. Майра, маған келіп кетші. Каринаны да шақыра сал. Тыңдап тұрмын. Отыр. Сен маған өкпелеп жүрсің бе? Жоқ. Көңілсізсің. Көңілсіз емеспін, күніге осылай жүрем. Иә. Журналистпен кездесуге менің баруым керек еді. Жаңа Алишермен сөйлестім. Иә, ол не деді? Карина, кел. Қыздар, жаңа Алишермен сөйлестім. Біздің мақалаға тапсырыс бергенімізді айтып едім, қуанып болды. Менің бір ойым бар. Шынымды айтсам, оны Алишерге де айтқан жоқпын. Сендермен ақылдасуды жөн көрдім. Оныңыз дұрыс болған екен. Майра, әрине менікі дұрыс. Тек сен ренжімеші. Жарайды. Карина, тергеуші не дейді? Енді не десін? Осы іске қатысты сұрақтар қойды. Түсінікті. Біздің мақалаға оның айтқаны керек болады. Сен онымен сөйлесіп көрші. Жақсы. Сендерге айтайын дегенім, біз жергілікті телеарнаға неге тапсырыс бермейміз? Не туралы? Алишер жайында. Оның жасаған нағыз ерлік емес пе? Оның қанша тұратынын білесіз бе? Білем. Арзан емес. Бірақ біз комбинат жайлы сюжет түсіруді сұраймыз. Біріншіден комбинатқа жарнама, ал екіншіден Алишер туралы айтылатын болады. Сендер бұған қалай қарайсыңдар? Ана бір компания сусындарын өздері алып келеміз деп еді ғой, иә? Иә, ертең алып келетін болды. Алтынай, біздің ішімдік сатпайтынымыз жақсы болды, иә? Иә, жақсы болды. Айтпақшы, біз күнбағыс мұғайын ұмытып кетіппіз. Келесі жолы алармыз, әзірге осы жетек. Кассалға аппарат қоясың ба? Әрине қоямыз. Тексеріс келсе айыппұл салмай ма? Амансыңдар ма, балдарым? Сәлеметсіз бе? Дүкендерің құтты болсын. Рахмет. Күнбағыс майларың бар ма, балам? Апа, біз саудан түстен кейін жасаймыз. Апай, бізде бәрі бар, бірақ түстен кейін келіңіз, жарай ма? Келеміз, балам, келеміз.
Дүкендар үйдің жанында ғой. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Алтынай, күнбағыс майын алып келу керек. Онда барып алып келейін. Сіз мұнда не істеп тұрсыз? Қарындас маған бас дәрігер рұқсат берген. Кімге келдіңіз?